Қарағай майлы сабынының пайдасы. Оны бұрыннан-ақ тері мен шаш күтімінде қолданған. Ол қарағай шайыры дегет қосылған табиғи сабын. Құрамындағы антисептикалық қабынуға қарсы, саңырауқұлаққа қарсы қасиеттері өте мықты. Дифтерия сабынының 9 пайдасы. Безеуге қарсы күреседі, теріні құрғатып, қабынуды басады. Майлы терісі бар адамдарға өте пайдалы. Безеу, қара нүкте, бөртпелерді кетіруге көмектеседі. Қышыма мен псориаз кезінде пайдалы. Тері қабынуын бәсеңдетеді. Қышу, қызару, ісіну кезінде жеңілдік береді. Қайызғақты азайтады. Бастың терісіндегі саңырауқұлақты жояды. Шаш түсуінің алдын алады. Шашты қатайтып, жылтыр етеді. Саңырауқұлаққа қарсы грибок әсері. Аяқ табанындағы қышу, грибокты емдеуге тиімді. Аяқты тер көп бөлінетін болса, көмектеседі. Жараның бетін тез қайта қалпына келтіреді. Кішкентай жара, кесік, сызаттарды инфекциядан қорғайды. Терінің қайта қалпына келуін тездетеді. Қолтықтағы жағымсыз иісті азайтады. Терді азайтып, бактерияны жояды. Табиғи дезодорант ретінде қолдануға болады. Тері ауруларының алдын алады. Демікпе, экзема, дерматитке пайдалы. Антисептик ретінде күнделікті жуынуға жарайды. Тыртық пен дақты ағартады. Безеуден кейінгі қалған дақты біртіндеп кетіреді. Тері түсін теңестіреді. Табиғи және арзан, иіссіз, консервантсыз, химикатсыз. Жағымсыз тұстары. Құрғақ терге болмайды. Қатты кептіріп жібереді. Иісі сәл ерекше, кей адамдарға ұнамайды. Бастапқыда теріні тітіркендіруі мүмкін. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.